Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Түсіңізде сүйіктіңіз көзіңізге шөп салу нені білдіреді? Түс тылсым құбылыс. Ғылымдардың оны сырын ашуға қанша тырысқанмен әзірге оны толық зерттеп біткен жоқ. Түсіңізде сүйіктіңіз көзіне шөп салу қандай мағынаны білдіреді? Егер түсіңізде сүйіктіңіз көзіне шөп салғаныңызды көрсеңіз, заң бұзғаныңыз көп ұзамай сізге айыппұл тағылуы мүмкін. Егер осындай түс әйел адамға көрсе, онда ол өзінің әрекеттерімен күйеуінің көңілін суытып алады деген сөз. Ал күйеуінің жан досымен көзіне шөп салғанын көрсе, өмірлік жары оған немқұрайлық танытатынын білдіреді. Әйел адам түсінде жас жігітті арбап алса, онда жеңілтектік салдарынан күйеуінен ажырасады деген сөз. Сүйікті адамның көзіне шөп салу сіз біреуді алдайтыныңыз. Ал егер сіздің көзіңізге шөп салса, онда жұбыңыз сеніміңізді ақтамайтынын хабар етеді. Ал түсіңізде кек алу мақсатында ойнас құрсаңыз, онда шынайы өмірде сізді бейқам берекелі болашақ күтетінін білдіреді. Отбасылы ер адам жезөкшемен жыныстық қатынасқа түскенін көрсе, бұл оның беделіне нұқсан келуі мүмкін екендігін ескертеді. Опасыздық жасағаныңызға қатты қиналып жүрсеңіз, өміріңіздегі қазіргі жағдайыңыз көңіліңіз толмай жүр деген мағынаны білдіреді. Жағдайды түзету үшін біраз күш салу қажет.